Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін өте дәмді қызылшадан салат дайындаймыз. Әрі дәмді, оңай, жеңіл дайындалады. Ең бастысы ағзаңызға пайдалы болып келеді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де менің YouTube арнамда жеңіл оңай дайындалатын салаттың рецепттері бар. Соны да көріп жасасаңыздар болады. Бізге қажет қызылша, піспеген қызылша қажет болады. Бұл жерде мен 3 бас қызылшадан жасадым. Одан кейін оның үстіне 1 шай қасық тұзымызды салып 15-20 минутқа қойып қоямыз. Сол аралықта өзінің соғы бөлінетін болады. Егерде көбірек жасасаңыздар 3-4 бас қызылшадан жасасаңыздар болады. Одан кейін оның үстіне 15-20 минут өткен соң 1,5 ас қасық қант қосамыз. Және де 2 ас қасық толтырмай 6% уксус қосамыз. Одан кейін 1 шай қасық кориандр қосамыз. Және де теркадан өткізіп 3 бас сарымсақ қосамыз. Ендігі кезекте осылардың үстіне жақсылап қызған майымызды, сұйық майымызды жақсылап қыздырып алып, осылардың үстіне құйып шығамыз. Кейін барлығын жақсылап араластырамыз. Және де 1-2 сағатқа тоңазытқа қойып қойсаңыздар, тіптен керемет болып шығады. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, бізде салат дайын, оңай әрі жеңіл дайындалады. Жасап көріңіздер.